Саламатсыңдар ма балалар? Бізде жаратылыстану сабағы. Жануарлар бөліміндегі жануарлардың тіршілік үшін күресі тақырыбындағы сабақты өтеміз. Бүгінгі сабақтың мақсаты жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу жолдарын сипаттай аламыз. Бұл сабақтан сендер не білесіңдер? Жануарлардың әрекеті мен реңі олардың қорғануына қалай көмектесетінін білетін боласыңдар. Балалар, жануарлардың бейімделу нақтылап білу үшін т кестесімен білемін, келісемін, келіспеймін, яғни қосу болмаса плюс таңбасын қойып белгілейікші. Жануарлар үшін тіршілік ететін ортаға жануарлар өзі тіршілік ететін ортаға бейімделген. Ол жер бетінде де, жер астында да, суда да, әуеде де тіршілік етеді. Келісесіңдер, жарайды. Тіршілік ортасына қарай жануарлардың дене құрылысы, сыртқы пішіні, түр түсі әртүрлі болмайды. Келіспейсіңдер, жарайды. Бейімделудің арқасында олар өзіне қажет қорегін табады, әрі жауынан қорғанады. Келісеміз дейсіңдер. Тамаша. Балалар, жалпы жануарлар жылдың қай мезгілінде болсын өзінің жүрген ортасына қарай бейімделетінін біз білеміз, Мысалға, қыстыгүні жануарларға азық табу қиын. Сондықтан олардың кейбірі қалың ұйқыға кетеді, кейбірі азық дайындайды. Мысалға, бізге бұл бірінші сыныптан таныс қалың ұйқыға кететін қай жануар? Дұрыс айтасыңдар, аю. Ал енді азығын тынымсыз дайындайтын тиін. Тамаша. Күзде жыл құстары жылумен қорек іздеп жылы жаққа ұшып кетеді. Яғни балалар, біз бұны тіршілік үшін күрес дейміз. Сағана суреттегі жануарлар да, олар да жауынан қалай қорғанады екен? Жануарлардың қорғануына тағы не көмектесе алады? Мысалға, жолбарыс жемтігін ұзақ уақыт торуылдай алады. Қоян өте сақ, жүйрік, осы ерекшелігі оны көп жағдайда жауынан құтқарады. Ал осы сүтқоректілердің көпшілігі баласы енесін еліктеп қорғануға бейімделеді. Олар өзінің жыл мезгілдеріне қарап реңдерін де өзгертеді екен. Яғни қоршаған ортаға бейімделіп, жауынан жасырынуға мүмкіндік береді. Бұл оларды түрлі қауіптен сақтайды. Мысалға, қоян қыста аппақ, жазда сұр болады. Неге? Неліктен? Себебі жазда айнала түрлі түсте болады. Ал ақ түс болса, ол көрініп қалады. Ал қыста ол қардың үстінде жүргендіктен олар көбінде ақ түске, яғни түлеп осындай реңге түседі екен. Тағы қандай жануарларды білесіңдер? Яғни жыл мезгілдер алмасқан кезде қоршаған ортаның да түсі өзгереді. Соған сәйкес көптеген жануарлар жауынан қорғану үшін сыртқы реңін өзгертеді. Айтып өттік. Ал енді балалар, жануарлар тіршілік ортасына қалай бейімделеді екен? Мысалға, бақа, қаңқыз, қарашыбын. Осылардың бейімделу сипатын анықтайық, қорғануын. Мысалға, бақа түсінің топырақ, тасқа ұқсап жасырынып қалуы көз алдыларыңа елестетіп көріңдерші балалар. Қаңқыз денесінен бір нәрсе бөлу арқылы жауынан сақтанады. Ал қарашыбын болса, басқа бір қауіпті жануарға еліктеу арқылы жауын қорқыту арқылы сақталады екен. Міне қорыта айтқанда, жануарлар қоршаған ортаға әртүрлі қабілеттіктерінің арқасында бейімделеді. Яғни бейімделу де осы бейімделу үшін де қабілетті қажет болады екен. Яғни балалар, сендер жануарлардың реңін өзгерту себептерін өз ойларымен айтып бейімделеміз бізде.
жануарлардың тіршілік ортаға қалай бейімделу туралы білген боларсыңдар. Балалар, есімізде сақтайық. Жануарлардың тіршілік әрекеті түрлі қауіп-қатерден қорғануына көмектеседі. Бүркеніш реңі қоршаған ортаның түсімен бірдей болып, көзге түспеуіне мүмкіндік береді. Олай болса, балалар, біз өтілген тақырыптарды еске түсіріп, біз нені білген екенбіз? Мына тест сұрақтары арқылы өзіміздің білімімізді анықтайықшы. Жылан, кесіртке, тасбақа қандай топқа жатады? Дұрыс айтасыңдар, бауырмен жорғалаушыларға. Бұл жануарлардың 3 жұп аяғы бар, секіреді, жүгіреді, жорғалайды, ұша алады. Олар нелер? Дұрыс айтасыңдар, бунақ денелілер. Бақа қайсыған жатады? Қос мекенділерге ме, бунақ денелілерге ме, жоқ бауырмен жорғалаушыларға ма? Дұрыс айтасыңдар, қос мекенділерге жатады. Біз нені білеміз? Ары қарай 4-ші сұрақ. Баласының сүтімен қоректендіретін жануарлар. Олар қос мекенділер, болмаса бунақ денелілер, жоқ сүт қоректілер ме? Тамаша, сүт қоректілер. Суда тіршілік ететін, денесі қабыршықпен қапталған жануарлар. Өте жақсы жауап, балық, балалар. Яғни бүгінгі сабақтан жануарлардың мекен ортасына бейімделу сипаттың бақылау нысандарын анықтадыңдар. Жануарлардың саналуандығын сақтаудың маңыздылығын түсінген боларсыңдар. Яғни балалар, мен толық түсіндім. Қоржыны, мен түсінген сияқтымын, маған көмек қажет. Яғни балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз. Оқулықтың 28-ші, 29-ші беттерін ашып, мұқияттағы оқып, есте сақтайтын деректерді дәптерге жазып аламыз. Рахмет, сау болыңдар.